Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай күнделікті ішуге арналған табиғи сусын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен бұл сусынды күнделікті ішемін және жасалу жолы да өте оңай. Бұл сусынға қосатын заттарға тоқталатын болсақ, бізге қияр, алма және сельдерей қажет болады. Қиярдың пайдасын өздеріңіз жақсы білесіздер, бірақ сонда да айтып өтейін. Қияр біздің ішкі құрылысымызға өте пайдалы көкөніс болып табылады. Қиярдың құрамында негізінен В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері және фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш бар болып табылады. Қиярдың пайдалары ағзадағы улы, керексіз заттарды шығарады, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамындағы ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар және шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жесеңіз, айтарлықтай шаршағаныңыз басылып қалатын болады. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Сондықтан да бұл көкөністі көптеп пайдаланғанымыз біздің ағзамызға өте пайдалы. Және бұл сусынға қосылатын келесі біздің затымыз ол алма болып табылады. Бізде алманы барлығы біледі өте пайдалы екенін және оның құрамында С, В1, В2, Е дәрумендері бар, марганец, калий, кальций, фосфор, натрий болғандықтан алма біздің ағзамызға өте қажетті жемістердің бірі болып табылады. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Және бізде бұл жерде қосатын соңғы біздің шөбіміз, ол бізде сельдерей болып табылады. Сельдерей көкөніске жатпайды. Сельдерей ол шөп. Сельдерейдің пайдасын барлығыңыз білесіздер. Сельдерей клеткаларды минералды тұстармен нәрлендіреді, бауыр мен өтті нығайтады, бүйрек үсті бездерін қалыпқа келтіреді, бауыр, көк бауыр мен ішектегі токсиндерді сыртқа алып шығады, өт қабындағы тастарды біртіндеп ерітіп, токсинді шөгінділерден тазартады. Бүйрек пен зәр шығару жолдарындағы түрлі тастар, құмдар сыртқа шығарып отырады. Сельдерей ол бактериялар мен вирустардың қас жауы. Осындай біздің ағзамызға пайдасы мол көкөністер мен шөптерді қоса отырып, енді біз сусын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен алманы, сельдерейді және қиярымызды алып жақсылап жуамыз. Жуып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, орташа көлемде барлығын турап шығамыз. Туралған көкөністерімізді блендерге салып, үстінен су құямыз. Содан кейін жақсылап езіп алатын боламыз.
Міне барлығын осылай жақсылап есіп алдық. Енді осылай сүзгіштен өткізіп біз жемістеріміздің шырынын шығаратын боламыз. Міне біздің шырынымыз дайын болды. Осы мен көрсеткен мөлшерден 200 мл бізде шырын шығады. Бұл мен күнделікті ішетін нормадағы шырын мөлшері. Бұл сусынды сіз екінші таңғы асқа немесе түскі астың алдында жарты сағат алдын ішсеңіз болады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.